Ал құрметті YouTube көрермендерім, мынау екі түрлі лагман жасадым. Өздеріңіз көріп тұрғандай, керемет, өзі керемет, дәмі деген керемет шықты екеуінің де. Мынау менің жареный лагманым, получается, жареный лагманым, сомян. А мынау менің гури лагманым. Қазір мен сіздердің алдарыңызда дәмін көремін. Бисмиллахиррахманиррахим. Негізі мына етінің бәрін мариновать етіп істедім. Өте бір керемет дәміші. Еті деген өте жұмсақ. Енді оны айтып жеткізу мүмкін емес. Енді мынау гури лагман неткен керемет дәмі. Бұндай лагманды бүкіл әлемде араласаңызда жемегенсіз. Енді бір керемет. Мен бір қасында жұмыс жасағанда бір ағам болушы еді, сол ағаның сөзін айтуға тура кеп тұр осы жерде. Бұл дүниеге келмепсің, бұл лагманды жемепсің деген. Осы тура осы лагман, менің лагманыма арналған болып тұр. Құрметті YouTube көрермендерім, бүгін сіздермен бірге мінекей керемет екі түрлі лагман жасайын деп тұрық. Бірі кәдімгі өзіміздің обычный сорпасымен гури лагман, югурский сосын жареный лагман жасаймыз. Ал енді кеттік, оған не керек? Мына ұнымызды дайындап қойдым, мына тұзымызды салып жатырмын. Сосын жұмыртқа қосып жіберейін деп жатырмын. Жұмыртқа қоспасаңыздар да болады. Мен просто үйде болған соң жұмыртқаны қоса салдым. Сосын әрине суымыз бұл жерде. Су. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Енді мінекей қаттылап лагманымызға илеп алдық. Қамырымыз әбден. Енді бұны қойып қоямыз. Біраз уақыт тұру керек. Құрметті YouTube көрермендерім, мына не қосатынымызды көрсетіп шығайын. Приправаның түрлері. Мінекей айтпасам да түсінікті. Аттары чесночный стрелка, жандо. Мінекей барлығы полугоркиміз, етіміз. Әрине міндетті тұрда сельдерей керек. Мінекей барлығын көрсетіп шықтым. Мінекей YouTube көрермендері, мынау қамырымыздың еуі қанып, мен бөліп майға кішкене тұрғыздырып 5 минут. Енді тағы да бір жарты сағатқа қойып қоямын. Етін азырақ қуырып алдық. Енді пиязын азырақ қуырып аламыз. Мінекей приправаларымызды қосамыз рет-ретімен қазірінде. Бұл мына қосқаным жаңағы полугорки да. Бұл осы специально осындай полугорки осы лагмандарға қосылатын. Сосын мына азырақ ингер ұнтағын қосам. Мінекей приправамыздың мына басқа түрі. Мынау да басқа түрі. Ішінде кориандр қосылған. Мына үйде помидор болған соң, помидорды қоса салайын деп тұрмын. Бұлда помидорды ерекше бір дәм береді өзіне. Пекинский капустамыз салып жатырмын. Мінекей жандомызды қосып отырмыз. Чесночный стрелкамызды қосамыз. Мінекей мынау бұрышымызды саламыз. Полугорки.
Енді мұны селдерейміз қосып жіберейік. Енді мұны азырақ суымызды қосып жатырмыз. Азырақ суымызды құйып. Подливіміз дайын болды. Лағманның қамырын пісіріп жатырмыз. Мінекей гүр лағманым дайын болды. Өте бір керемет шықты. Бір дәмді болды. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Мінекей жареный лағманымызды жасап жатыр. Мен майын көбірек қойдым. Кішкене. Мінекей. Енді етті азырақ қуырып аламыз. Мінекей приправаларын қоса береміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай имбирін тағы. Имбирдің свежийін салсаңыз да болады. Мен бүгін үйде болмай қапты. Имбирдің. Чесночный стрелка қосым. Бұл жерде азырақ. Өйткені бүтіндей чеснокты қоссаңыз да болады. Свежий. Келесі приправаларымыз қосамыз. Біреуіне кориандр қосылған. Приправа керемет қосылған. Пекинский капустамызды салып жібердік. Ащы бұрышымызды қосамыз. Мына көк бұрыш. Бұл ерекше дәм береді. Бұл жареный лағманға. Орташа ащыдағы бұрыштарымызды салып жібердік. Полугоркиімізді. Мінекей қамырымызды салып жаттық. Енді аралас. Сойлы соусты қосуды, басында бір қосуды ұмытып кетіппін. Кешіресіздер. Қазір салып, мен бір жарып кетіп жүрмін деп тұрмын. Мінекей қостым. Қазір енді жақсылап жарып кетемін енді. Мінекей жареный лағманымыз дайын болды. Өте бір керемет болды. Ал құрметті YouTube көрермендерім, мынау екі түрлі лағман жасадым. Өздеріңіз көріп тұрғандай керемет, өзі керемет, дәмі деген керемет шықты екеуінің де. Мынау менің жареный лағманым, получается, жареный лағманым, сомян. Мынау менің гуры лағманым. Қазір мен сіздердің алдарыңызда дәмін көремін. Бисмиллахиррахманиррахим. Негізі мына етінің бәрін мариновать етіп істедім. Өте бір керемет дәміші. Еті деген өте жұмсақ. Енді оны айтып жеткізу мүмкін емес. Енді мынау гуры лағманның дәмін көрейін. Қаным бісміллах. Неткен керемет дәмі. Бұндай лағманды бүкіл әлемде араласаңыз да жемегенсіз. Енді бір керемет. Мен бір қасында жұмыс жасағанда бір ағам болушы еді. Сол ағаның сөзін айтуға тура кеп тұр осы жерде. Бұл дүниеге келмепсің, бұл лағманды жемепсің деген. Осы тура осы лағман менің лағманыма арналған болып тұр.